13 ғасырда заманауи су құбыры жүйесі болған Қазақ шаһары. Еуропа елдерін орталық және Шығыс Азия елдерімен байланыстырған бұл шаһар үлкен агломерация орталығы болған. Қала маңайынан қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған қалашықтар соған дәлел. Қыш және металлургия өндірісі дамыған. Теңдесі жоқ су құбыры және кәріз жүйесі болған. Бұл сөзімізді сол заманда өмір сүрген саяхатшылар дәлелдей алады. Араб саяхатшысы Ибн Баттута 1334 жылы жазған дерегінде былай деген: мен төрткүл дүниенің бәрін көрдім, және бұл шаһар Бағдаттан кейінгі екінші ірі қала. Мұнда хан ордасы орналасқан. 4 мұнаралы мешіттің әсемдігі жанарыңды жаулап алады, және қонақ үйлерде өте көп. Бірақ мені таңғалдырған әсем ғимараттар емес, шаһардағы су құбыры жүйесі. Қыш құбырлар арқылы әр үйге тоқтаусыз су кеп тұрады. Мұны көргенде мен ерекше таңдандым. Флоренциялық көпес Франческо Бальдуччи Пеголотти 1338-1342 жылдар аралығында жазған анықтама кітабында бұл шаһарды Танадан Хорезмге барар жолдағы ірі сауда орталығы деп сипаттаған. Әлемді таңдай қақтырған бұл шаһар қазіргі Атырау қаласынан солтүстікке қарай 45 шақырым жерде Жайық өзенінің оң жағалауында орналасқан Сарайшық шаһары.